Assalamu алейкум, баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Бала Ями. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді таң қалдыратын осындай тәтті, керемет, құрамы ақуызға мол, тәп-тәтті, бірақ ешқандай денсаулыққа зиянсыз керемет панкектердің рецебімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта Бала Ямимен бірге отбасыңызды қуантып, оларға арнап ең дәмді, ең қолжетімді, дұрыс тамақтануға арналған, ерекше, пайдалы, оңай және тез дайындалатын, және де отбасыңыз бір жегеннен ғашық болатын түрлі ПП рецепттегі тағамдарды дайындағыңыз келсе, менің арнамнан алыстамаңыз, Бала Ямимен бірге болыңыз. Ол үшін дәл қазір каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, менің рецепттерімді өзіңізге сақтап алыңыз. Ал кеттік, дайын болсаңыз, Бала Ями бүгін де сізді таң қалдырудан шаршамайды. Денсаулығыңызға өте пайдалы панкекті бірге жасайық. Бізге банан және де бір жұмыртқа керек. Енді шанышқымен екеуін жақсылап езіп, араластырып аламыз. Ешқандай комочи қалмайтындай етіп, шанышқының көмегімен бананды жақсылап тұрып езіп алыңыздар. Бұл панкектің сізді таң қалдыратыны соншалықты құрамы бар болғаны сіздің үй жағдайыңыздағы қажетті заттардан тұрады. Жақсылап езілген массаның үстіне бір ас қасық какаоны және үстінен 170 грамм сүзбе саламыз. Бұл жерде мен домашний сүзбе пайдаландым, дүкеннің сүзбесінде пайдалануға болады. Тағы да барлығын шанышқының көмегімен жақсылап езіп, араластырып аламыз. Сосын үстіне 3 ас қасық ұнды салып, шым-шым тұз себеміз. Және де 2 ас қасық қаймақты салып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде ұнның ПП түрі, яғни күріш ұнын пайдаландым. Егер сіз ПП тағамдарды пайдаланбайтын болсаңыз, бұл рецепті қолданғыңыз келсе, бидай ұнында қосып жасауыңызға болады. Қызып тұрған табаға сәл май жағып, дайын болған массаны бір ас қасық көлемінде салып, бір 4-5 минуттай пісіріп алдым. Екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Мен дайын болған панкектерді отбасыма ұсынар кезде құлпынайда және қатырылған шие бар еді үйде, соны қосып ұсындым. Және де грек жаңғағын уақтап турап, үстіне сеуіп, оның үстінен балды тамызып, әдемілеп, тәтті қылып, осылай ұсындым. Немесе қаймақпен, йогуртпен, ореховый пасталармен ұсынсаңыздар да болады. Тіптен бұл панкектердің өзін жесе де, отбасыңыз дән риза болады. Астарыңыз дәмді болсын, каналымнан алыстамаңыз, қоңырауша батырмасын басып, каналыма тіркеліп, егер де видеомды соңына дейін көрген болсаңыз, комментарияда пікіріңізбен бөлісіп, видеома лайк баса кетіңіз.